Қазақстан, Назарбаев, Астана. Бұлар бір-бірінен ажырағысыз үш ұғын. Қазақстан бұрынғы кеңестік республикалар арасынан қара үзіп алға шықты. Назарбаев әлемдегі ең көрнекі қайраткерлер арасынан ойып тұрып орын алды. Астана жер бетіндегі асқақ қалалар шоғырында жайнап тұр. Осының бәрінен елбасының кемеңгерлігі байқалып тұр. Жеке мемлекет болу оңай емес. Айқын шекара, тұтас жер, үйісқан халық, мығым экономика керек. Қазақстанның өзі тағдырлас республикалар ішінде алдымен еш жинағаны мәлім. Себебі тізгін берік болды. Назарбаев іргелес елдермен шекара мәселесін қантөгіссіз шешті. Оның төртеуі тағдырлас мемлекеттер арасындағы аласызық болатын. Адамзат тарихындағы барлық жанжал біреудің жеріне көз алартудан басталса, қазақ елі өзінің шебін көршілермен келісе отырып айқындады. Нет проблем, которые невозможно. Тіл табыса сөйлесу, өзара тиімділік табу және кең көлемді ынтымақтастық нәтижесінде шешілмейтін шаруа болмайды. 20 жыл ішінде біз барлық көрші елдермен мемлекеттік шекараның мәселесін реттедік. Біздің сыртқы шекарамыз тату-тәтті көршілікпен іскерлік шебі. Біздің аймақтағы ортақ күш-жігеріміздің арқасында Орталық Азия, оның ішінде Қазақстан мен басқа да мемлекеттер барлық стратегиялық бағыттар бойынша мемлекет аралық қарым-қатынастардың осы заманғы нақты жүйесіне ие болды. По всем стратегическим направлениям. Тәуелсіз мемлекеттер достастығын құрудың бел ортасында Нұрсұлтан Назарбаев жүрген. Егер әр ел оқшауланса және бір-біріне достық ниет танытпаса, жүздеген миллион адамның тағдыры тәлкек боларын пайымдаған. Сондықтан қазақ пен орысты айтпағанда, қырғыз бен беларуста, украин мен тәжікте, армян мен өзбекте Нұрсұлтан Әбішұлының атын құрметпен атайды. Көреген қайраткердің сындарлы саясатының арқасында Орталық Азия республикаларының халқы ядролық қарудан ада аймақта тіршілік етеді. Орталық Азиядан бастау алған аймақтық ядролық қарусыз режимнің тәжірибесі енді әлемнің басқа аймақтарына үлгіге айналды. Орталық Азияда әлемдегі энергетикалық орталықтарының бірі болуға жетерлік шикізаттар бар. Алайда мұнай және газ құбыры желілері өте аз. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев осы заманғы құбыр мен коммуникация желілерін тарту үшін Өзбекстан мен Қырғыз республикасындағы, Тәжікстан мен Түркменстандағы әріптестерін тығыз байланыс орнатуға үндеп келеді. Сонда Европа мен Азияға көмірсутегі ресурстарын қазіргіден көп экспорттауға болады. Бұл шешім тағдырлас 5 республиканы бұрынғыдан жедел дамытарына дау жоқ. Қазақта саусақ бірікпесе ине ілікпейді деген сөз бар. Бұл қандай істе болсын табысқа жету үшін алдымен оған қатысушылардың бір тоқтамға келуі керектігін аңғартады. Су көздерінің тапшылығы болашақта Орталық Азияда жанжал тудыру мүмкін екендігін Назарбаев сонау 1991 жылы Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен айтқан. Бұл саладағы даулы тұстарды өзара тиімділік пен тең құқылық арқылы шешу керек. Аралдың қалған суын сақтап қалу үшін Назарбаевтың бастамасымен халықаралық арал қоры құрылды. Оған дамыған донор мемлекеттер қаржы құйды. Сөйтіп, аралдың солтүстік бөлігі суға толды. Өзендердің ағысы реттеліп, арнасы кеңейді. Жергілікті халыққа таза ауыз су жеткізіліп, жұмыс орындары ашылды. Аралдың Қазақстанға қарасты бөлігінде 86 миллион доллардың жұмысы істелді. Теңіз деңгейі Балтық жүйесімен есептегенде 42 метрлік деңгейге жетті. Халықаралық арал қоры үшінші кезектегі бағдарлама бойынша донор елдер мен халықаралық ұйымдардың 9 миллиард доллар қаржысын жұмсады. Мұнша қомақты сома Назарбаевқа сенгендіктен
оның идеясы өміршең болғандықтан келгені хақ. Одан кейін Қазақстан президенті Орталық Азиядағы еңбек миграциясын реттеуді, республикалар арасына темір жол мен автожолдар тартуды, есірткі және адам саудасын болдырмауды ұсынды. Ондай бастамалар іргелес, бауырлас мемлекет басшылары тарапынан жақсы қолдау табады.